Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қаз төмендегі есептерді қарастыратын боламыз, иә? Бірінші тапсырма. Бізде дененің массасының көлемге қатынасы дейді. Дененің массасының дененің көлеміне қатынасы бізде тығыздық, иә? Оның өлшем бірлігі килограмм бөлінген метр куб. Массасы 20 килограмм газ көлемі 10 метр куб шарды толтырған газдың тығыздығы қанша дейді. Тығыздықты шығара береміз осымен. 20-ны 10-ға бөлеміз, яғни 2 килограмм бөлінген метр куб. Массасы 5 килограмм газ көлемі 0,125 метр куб ыдыс толтырса, оның тығыздығы қанша дейді. Ру тең 5-ті 0,125-ке бөлеміз. 20 килограмм метр куб. Келесі массасы 15 килограмм біртекті шар 0,15 метр куб болса, оның тығыздығы дейді тағы да, иә? М-ді В-ға бөле береміз. 15-ті 0,15-ке бөлеміз. 150-ді 5-ке бөлеміз. 30. Келесі 5-ші. Ыдыстағы судың тығыздығы 1000 килограмм бөлі метр куб болса, массасы 1 килограмм болса, көлем қандай дейді. Көлем табу үшін біз М-ді Ро-ға бөлеміз. Форманы түрлендіру қажет болса, мына екеуін орналастыра саламыз, иә? Так, массамыз бізде 5 1000-ға тең, 1-ге тең. Тығыздығымыз 1000-ға тең, сонда 0,1000-нан 1, немесе оның -3 дәрежесі, немесе метр куб қой, немесе 1 литр. 1 литр деген жауап белгілейміз. Келесі 7-ші тапсырма. Ыдыстағы сұйықтың тығыздығы 1260 килограмм бөлі метр куб. Массасы 5,4 килограмм болса, оның көлемі қандай дейді. Көлемі бізде М-ді Ро-ға бөле саламыз. 5,4-ті 1260-қа бөлеміз. 5,4 бөлі 1260. 0,4. 0,4 метр куб. Немесе 4 көбейту 10-ның -3 дәрежесі метр куб, немесе 4 литр. В жауабы, Ж жауабы, H жауабы. Келесі сыйымдылығы 1 литр болатын ыдысқа су толтырған судың массасы дейді. 8-ші. Сыйымдылық деген ол көлем. 2 литр деген 2 литрда 2 көбейту 10-ның -3 дәрежесі метр куб бар, немесе 2-ні 1000-ға бөлесіздер. Судың массасы қандай дейді. Судың тығыздығын жатқа бөлуіміз керек. Міне кейбір есептерде берілмеген екен. Яғни 1000 килограмм бөлі метр куб бізге массаны табу керек. М тең Ро-ға. Яғни екеуін көбейте саламыз. 2 көбейту 10-ның -3 дәрежесі көбейту, мына 1000 деген оның +3 дәрежесі, иә? Екеуі қысқарып кетті, сонда 2 килограмм. 2 килограмм деген жауап. Немесе ол бізде 2000 грамм. Келісесіздер ғой? 2 килограмм немесе 2000 грамм. Так, біз 8-ші тапсырманы орындадық, иә? 9. Так. Келесі 9-ші тапсырма. 9-ші тапсырма көлемі 5 литр. Литрді метр кубқа айналдыру үшін оның жанына көбейтесіздер, оның -3 дәрежесін, немесе 1000-ға бөліп жібересіздер. Сонда метр кубқа ауысады. Так, біз 9 қарастырып жатырмыз. Тығыздық 800 килограмм метр куб. Табу керек масса. Ро-В. Бірден шығарып жазып жатырмын, иә? Так, 800 көбейту 5 көбейту 10-ның -3 дәрежесі. 4 шығады, иә?
2 дәреже қысқаратында -1, 8-ді 5-ке көйтеміз 40, 0 мен -1 қысқар кетті, 4 қалды. 4 килограмм, немесе 4000 грамм. Так, 10-шы тапсырма. Масса 100 тонна. 100 тоннада 100 000 килограмм бар. Бұның барлығын есепте жазып жатпас үшін біз стандарт түрге оның 5 дәрежесі килограмм деп келтіріп аламыз. Схемдылық деген ол көлем 25 метр куб. Айналдырмаймыз ештеңеге. Ро, мұнайдың тығыздығы 800 килограмм метр куб. Бізге санын табу керек. Так, бізге қанша цистернаның саны қажет дейді. Енді табамыз. Енді табу керек. Бұл есепті шығару үшін біз ро тең м бөлінген в формасының алдына n-ді қоямыз. Осы формадан n-ді түрлендіреміз. Ро-ны m-ға бөлеміз. 800-ді көбейтеміз 25-ке бөлеміз. Оның 5 дәрежесіне. 800-ді 25-ке көбейтеміз. 20 000-ды 100 000-ға бөлеміз. Так, 820 000 болады, 20 000-ды 100 000-ға бөлеміз. Есебіміз дұрыс шықпай қалды. 1 минут. М тең ровыға қоямыз. N-ді қоямыз. N-ді табу үшін массаны ровыға бөлеміз. N-ді табу үшін массаны ровыға бөлеміз. 100 000-ды сонда 20 000-ға бөлеміз. Так, мына жерде кішкене қате кетіп қалыпты. Негізгі форманың алдына n-ді қоя саламыз. М тең ровы. Негізгі форманың алдына n-ді қоямыз, содан түрлендіріп табамыз. Сонда бізде 5 шығады. Бәсе. Так, бізде 100 емес 1000 екен, балалар, кешіріңдер. Сонда мына оның 6 дәрежесі, мына миллион болады. 1000 тоннада миллион килограмм бар. Сонда бізде 50 шығады. Енді дұрыс болды есебіміз. 1000 екен, мен 100 деп алып қойыппын. Сонда мынаны ескеріңіздер, м тең ровының алдына n санын қоя саламыз. Мына формаға қойдық, бізде қате шықты, көрдіңіздер ғой. Яғни негізгі форманың алдына қана қоясыздар n-ді. Келесі 11-ші тапсырма. 11-ші тапсырма. Бензин таситын машинаның цистернасының сыйымдылығы 12 метр куб. 40 тонна бензин дейді. 40 тоннамыз, оның 40 көбейту оның 3 дәрежесі килограмм. Тасу үшін қанша рет қатынау қажет дейді. Бензиннің тығыздығы 710 килограмм бөлу метр куб. N-ді табамыз. Жаңағы қателікті жібермей, енді дұрыстап шығарамыз. N ровы. Осыдан N-ді табамыз. M-ді ровыға бөлеміз. Масса бізде 40 көбейту оның 3 дәрежесі. Ро бізде 710. В бізде 12. Дұрыс қой, сонда біз 40 000-ды бөлеміз. 710-ға бөлеміз 12-ге. Сонда бізде жуықтап мындай сан шықты. 4,169
4,69 деген сан шықты. Физикада бізде есептерді жоқтап шығарғандықтан біз 5 деген жауап белгілейміз. 5 рет 5-ке жоқталады. Келесі тапсырма 12, я? 12-ні шығара салайық. 12 ұзындығы, ені қалыңдығы дейді. Ыңғайлы болу үшін ағысы дей салайық. 1,2 метр. В бізде 8 сантиметр, ол 0,8 метр деп жазайық. Бірден айналдырдық. С бізде 0,5 метр. Олардың көбейтіндісі көлемді береді. Я? Осыны ескеріп отырыңыздар. Тығыздық берілген 800 килограмм бөлінген метр куб. 800 деген ол уже ағаштың тығыздығы дейді. Массаны анықтау қажет. М тең ρ В. Барлығын көбейтеміз. 800 көбейту 1,2 көбейту 0,8 көбейту 0,5. Мына жердегі 0,8-дің түрімен қосып, мына жақтағы 2-ні қысқарып кетті. Қалған бәрін көбейтейік, я? Қараймыз. 8-ді көбейтеміз 1,2-ге. 10-ны көбейтеміз тағы да 8-ге. 10-ны көбейтеміз 0,5-ге. 3,84 килограмм. Жауабын жазып аламыз. Келесі 12-ні шығардық. Енді 13. Көлем 125 литр. Ол бізде 10-3 дәрежесі метр куб. 125 көбейту 10-3 дәрежесі метр кубқа айналды. Масса 100 килограмм. Тығыздықты анықтау керек. Тығыздықты анықтау үшін М-ді бұға бөлеміз. 100-ді бөлеміз 125, 10-3 дәрежесіне. Сонда бізде 100 мыңды 125-ке бөлеміз. Бұл бізде 800 килограмм бөлінген метр куб. 13-те. Келесі. Тексере салайық, я? 800 бол керек. 100 мыңды бөлеміз 125-ке. 800. Келесі 14. 14 ыдысқа массасы 5 килограмм су сияды. Осы ыдысқа көлемі дәл сондай қанша керосин сияр еді дейттік. М1 тең 5 килограмм. В1 тең 2. Р1-дікі 1000. Р2-нікі 800. Табу керек М2. В1, В2 теңестіреміз деп тұр ғой, яғни біз мұны М тең ρ В формуласынан В-ны түрленdiреміз. М бөлінген ρ, яғни 2-ні теңестіреміз. М1 бөлу ρ1 тең болады М2 бөлінген ρ2. Осыдан М2-ні анықтаймыз. ρ1, М1, ρ2 тең болады. М1 бізде 5, ρ2 800 бөлімде 1000. 4000-ді 1000-ға бөлеміз. 4 килограмм. 4 килограмм. Есептің шығару жолы түсінікті деп ойлаймын. Келесі бізде 15. 15-ші тапсырма. Көлемдері бірдей. Екі бөшкенің біреуі бензинмен, біреуі сумен толтырылған деймін. Олардың массаларын салыстыру керек. Қайсы масса үлкен, қайсы масса кіші деген. М тең О
В. М1 тең В1 В1. М2 тең Р2 В2. Көлемдері бірдей. Ескермейміз, сонда бізде судың М1-дің тығыздығы 710, судікі 1000. Сонда қайсысы үлкен? М2-міз үлкен деген жауап белгілейміз. Жақсы, балалар, назарларыңызға рахмет. Бүгінгі есеп шығару сабағымызды аяқтайық. Сау болыңыздар.